өмірбаянымен салыстырып кеттік. Енді пайғамбар саллаллаху алейхи уассаламның өмірбаянын оқуда, немесе тыңдауда, немесе білуде біз үшін қандай пайда бар? Оны оқуда біз үшін пайда бар. Қандай пайда бар біз үшін? Ғалымдарымыз бірнеше пайдаларын айтады, солардың ең маңыздылары, ең біріншісі бұл күллі жан иесі өлімнің дәмін татады. Барлығымыз дүниеден өтеміз. Суға батып өлсең де, қасқыр жеп қойса да, жолбарыс жеп қойса да, орманда жатқыштар жеп қойса да, адамзаттың барлығы барзах әлеміне түседі. Яғни қабірге әркім түседі. Сол қабірге түскен кездегі мүнкәр мен нәкер періштенің қоятын 3 сұрағының ішінде бар ма пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам? Бар. Не деп айтады сұрақтың ішінде? Сендерге жіберілген ер кісі туралы не айтасың деп айтады екен. Ал білетін болсаң айтасың. Білмесең неңді айтасың? Білмейтін адамдар айтады екен, біз ол туралы еститін едік деп айтады дейді. Ол туралы еститін едік бірдеңе деп айтады, бірақ ол айтылмайды кім екен. Ал ол туралы білген, жүрегін оған деген махаббатқа толтырған кісі не деп айтады? Ол пайғамбар Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам деп айтады. Бізге жіберілген ер кісі Аллах тағаланың, ол Мұхаммед саллаллаху алейхи уассалам деп айтады. Бірінші пайдамыз дүниеден өткен кездегі